Құрметті қазақ елі, мынау биыл еліміздің егемендік алғанына, тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып отыр. 30 жыл ішінде осы спортта біздің еліміздің спортшылары көптеген нәтижелерге жетті. Олимпиада чемпиондары болды, әлем чемпиондары болды, Азия чемпиондары болды. Елімізді әлемге танытты. Сол осы 30 жыл толып отқанына биыл үлкен бір еліміз үшін қуаныш болып жатыр. Сондықтан Жамбыл облысының тұрғындарын тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Әр қазақтың отбасына береке, бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.